Қазақ болғалы, қыз сыйлаған, қызын алқалаған текті халық еді. Сандығында кілті жоқ жомарт қазақ, сол жомарттығын алдымен қызына жасаған. Ұл түтін, қыз күтім деп, қызға жақсыны кигізіп, дәмдіні жегізіп, жорғаны мінгізген. Үйдің оң жақ төріне отырғызған. Тұрмысқа шықпаған қызды оң жақтағы қыз дейтіні сондықтан. Ұрыс керіс естіген қыздың мінезінің мәні болмайды деп, қыз көзінше өрескел, бейпыл сөз сөйлемеген, анайықлық көрсетпеген. Бақты байланады, жолы кесіледі деп, қызға қол көтермеген. Оны айтасың, отырған қыздың аяғынан аттамаған, бұны кесір деп түсіндірген. Өйткені еркектің де әйелдің де тарайтын түбі қыз. Адамзаттың ұлы анасы, ортақ анасы, Хауана да қыз болған. Бүгінгі қыз ертең бір әулеттің оң жағын қызартып отау тігетін келіні. Желегі желбіреген сол келін өмірге ұрпақ әкеліп, ақ жаулықтан атанады. Ал аналар елдің тәрбиешісі, ұлттың бел омыртқасы, берекенің бесігі. Іргетасы мықты соғылған үйдің ұзаққа шыдайтыны секілді, жақсы тәрбиенің қаймағын қалқып ішкен қыздан көргенді келін, білікті ана шығады. Әйел аналары өнегелі болса, елдің көсегесі көгеріп, керегесі кең жайылады. Төрт қанаты түгел, отының басы бүтін болады. Парасатты ананың тіккен шыбығынан бәйтерек өсіп, арғы ұрпағына саясын түсіреді. Осының бәрін терең ойлап, алыстан зерделеген бабаларымыз қызға 40 үйден тию, қала берді қара күңнен тию деген екен. Сөйтіп, қыздың тәлім тәрбиесіне ерекше мән беріп, салмақты міндет жүктеген. Қызға 40 үйден тию дегенде, қызды тиіп ұстау, тіркестен қағып еңсесін езу емес, 40 үйден тіпті қара күңнен де бір абзал өнеге үйреніп, ұлағатты сөз естіп, оңды талғам көрсін дегені. Қыз баланың ақылды да инабатты, өнерлі де, өнегелі болып толысуына ата-анамен бірге ағайын туған ауыл аймағы да жауапты екенін айтады. Қызды тіктеп ұстауды меңзейді. Тию деген міне осылардан құралады. Атам қазақ, астың дәмін кіргізер тұздан айналайын, елдің дәмін кіргізер қыздан айналайын депті. Әңгіменің үзіндісі Зейнеп Ахметованың «Бабалар аманаты» кітабынан алынды.